Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, өте оңай жасалатын, мерекелік дастархан сәнін келтіретін салат жасап үйренеміз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқаны пісіріп, теркадан өткізіп алу керек. Одан кейін піскен тауықты 4 бұрыш етіп турап аламыз. Сәбізді суға пісіріп алып, теркадан өткіземіз. Сырды теркадан өткізіп аламыз. Және кукуруз бен майонез керек болады. Енді салатымызды жинаймыз. Осындай тарелка алып, ортасына осындай бір ыдыс қойып қоямыз. Одан кейін слой-слоймен барлығын жинап шығамыз. Ең бірінші жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін кішкене тұз сеуіп, майонезді жағып шығамыз. Одан кейін үстіне тауығымызды саламыз. Тағы да тұз сеуіп, майонезді жағып шығамыз. Одан кейін морковь саламыз, сыр саламыз, тағы да жақсылап майонезді жағып шығамыз. Содан кейін кукурузамен осылай әсемдеп шығамыз. Содан кейін ортасындағы ыдысты алып тастап, ішін әдемілеп жібереміз. Осындай дәмді, әдемі, өте ерекше салатымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.